Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін 2012 жылы шыққан менің жігітім болып көрінші атты комедиялық фильм жайлы айтатын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Алиса Лантонс есімді әйел жастарға танымал сән журналының редактор жүргізушісі болып қызмет атқарады. Алисаның жасы 38-де болатын. Бұл осыдан 8 жыл бұрын күйеуімен ажырасып, ал қазір Алиса өзінің жасөспірім қызымен бірге тұрып жатты. Ол күйеуімен ажырасқаннан кейін ешқандай еркекпен қарым-қатынаста болмап еді, және оған бір еркекпен қарым-қатынас құру ойында болмап еді. Алиса өзінің жұмысында өте ұқыпты және қатал болатын. Алиса кезекті жұмысы бойынша іс-сапардан қайтып, бизнес-класстағы ұшаққа отырған сәтте оған танымайтын бір жасы үлкен еркек қырындай бастайды. Сол сәтте Алисаның оған деген ашуы келген болатын. Бір сәтте Алисаның бағана қарай қасына 20 жасар Бальтазар есімді студент отырады. Бұл да бір Алиса үшін кездейсоқ жағдай болатын. Себебі Бальтазар авиакомпанияның қателігінен Алисаның қасына кездейсоқ бизнес орынға отырған болатын. Ұшақ ұшқан сәтте Бальтазар көршісі Алисаның көңілін тапқысы келіп, оған әңгіме айта бастайды. Қауіпті, қазіргі жас балдар өте қауіпті. Ал Алиса болса оны менсінбеген түр танытып, оған мән бермей жұмысын жасап отыра береді. Бірақ Бальтазар қайтпай Алисаның аты-жөнін білмекші болады. Ұшақ жерге қонған сәтте Алиса дереу борттан заттарын алып, ұшақтан тез арада түсіп кетеді. Сол сәтте Бальтазар Алисаның отырған орнынан флешка тауып алады. Оны дереу Алисаға беруге асығады. Бальтазар қанша жүгіргенмен өкінішке орай флешканы бере алмай қалады. Себебі Алиса сол сәтте таксиге мініп кеткен еді. Алиса жұмысқа келген сәтте оны бас редактор Венсен кабинетіне шақырып алады. Венсен Алисаға: сен редактордың жұмысына лайық емес секілдісің. Сенің орныңа жас қызметші Лиз Дюшенені қызметке алатын секілдіміз. Ол өте позитивті жұмыскер. Ал сен болсаң өте қатал дөрексің деп Алисаға айтып тастайды. Бір жағынан Венсенге Алиса ұнайтын. Венсен Алисаға: саған қай жастағы еркектер ұнайды және алдағы уақытта қай жастағы еркекке үйленесің дейді. Алиса болса Венсеннің бұл сұрағына жауап бермей кетіп қалады. Осыдан кейін Алиса өзінің жайлы қызметінен кететінін іштей сезіне бастайды. Алиса компьютерге отырған сәтте флешкасын таба алмай басқа атады. Сол сәтте Алисаның бақытына орай Бальтазар редакцияға өзінің номерін көмек қажет болса хабарлас деп қалдырған болатын. Алиса Бальтазарға дереу хабарласып, мекен жайыңды айт, мен саған барып флешкамды алып кетейін дейді. Бальтазар осы сәтте достармен бірге барда көңіл көтеріп жүрген еді. Алиса барға келіп Бальтазарды көрген сәтте, Бальтазар Алисаны қайта көргеніне іштей қуанып, оған: сенің флешкаң менің үйімде жатыр, сен қарсы болмасаң үйге менің мопедіммен барайық дейді. Солайша Алиса оған да келісіп, Бальтазар Алисаға қауіпсіздік үшін мопедтің каскасын кигізіп жатқан сәтте, Алисаның жұмыстағы әріптестері Алиса мен Бальтазарды жасырын түрде суретке түсіріп алады. Алиса мен Бальтазар Бальтазардың пәтеріне келіп, Бальтазар өзінің шашылып жатқан пәтерінен Алисаның флешкасын әлеңдегенде тауып береді. Сосын Бальтазар Алисамен жақын танысу үшін оған кофе немесе шай ішейік және тамақтанайық деп ұсыныс жасайды. Ал Алиса болса бұл жолы Бальтазарға сыпайы түрде келіспейтінін айтып, Бальтазарға: сен менен біраз жасқа кішкентайсың деп айтады. Ертесі күні Алиса жұмысқа келсе, оған әріптестерінің барлығы біртүрлі қарайды. Осы сәтте Алисаның өзі де біртүрлі болып қалған еді. Сөйтсе Алисаның түнде Бальтазармен жүрген фотосын жұмыстастары көріп қойған болатын. Және бас редактор Венсен Алисаға: сенің бұл қадамың дұрыс болыпты, сен жастарды ұнатады екенсің, сен енді солармен бірге жүр, бұл саған жаңа журнал жазуға көмегін тигізеді деп әзілдейді. Осы сәтте Алиса қатты ұятқа қалған болатын. Осыдан кейін Алиса жұмыстағы досы Симонмен ақылдасып, Симон Алисаға: сен басқа жақсы көріну үшін шынында жастардың образын таңдап жастармен бірге уақыт өткіз дейді. Осыдан кейін Алиса өзінің образын өзгертіп, қысқа киімдер киіп, Бальтазар оқитын университетке барады. Сол университеттегі жас балдардың барлығы Алисаны көріп ауыздары ашылып қалады. Бұл киноны білмейді екен, бірақ өте тәтті кино. Көруге кеңес беремін. Алиса болса Бальтазарға қырындап өзі бірінші қадам жасай бастайды. Солайша екеуі бірге уақыттарын қызықты өткізе бастайды. Кешкісін Алиса Бальтазарды жұмыстастары ұйымдастырған шығармашылық көрмені тамашалауға шақырады. Солайша көрмеге Алиса мен Бальтазар екеуі бірге барып, Алиса Бальтазарды жұмыстағы әріптестерімен және бас редактор Венсенмен таныстырады. Сол сәтте Бальтазар өзін Алисаның қасында еркін сезініп ойнап күліп жүреді. Көрме аяқталған соң Алиса Венсеннің көзінше өтірік спектакль ойнап: қызым ауруханаға түсіп қалды, маған дереу ауруханаға бару қажет, Бальтазар маған тезірек такси тоқтатып берші дейді. Бальтазар болса бұны шын қабылдап көшеде өтіп бара жатқан таксиді тоқтатып алады. Ол: таксист келесі машинаны күтіңіз дейді. Арада бірнеше күн өткеннен кейін Алиса Клементина есімді танымал сәнгердің сән кешіне Бальтазарды өзімен бірге ертіп келеді. Алисаның бұл жердегі мақсаты Венсенге тағы да Бальтазармен жұп екенін дәлелдеу болатын. Сахнада модельдер сән көрсетіп жатқан сәтте бір модель жерге шалынып құлайды. Сол сәтте Бальтазар құлаған модельге қол ұшын беріп көмектеседі. Сол сәтте Бальтазарға көрермендер мен танымал сәнгер Клементинаның көзі түседі.
Сән кешінен кейін банкетте Алиса мен Бальтазар қарсыласса Венсен мен Лизге келіп әңгіме айта бастайды. Алиса әңгіме барысында Венсенге енді менің жұмыс орнымды ешкім тартып ала алмайды деп оған намек тастайды. Сол банкетте Алиса мен Бальтазар шын беріліп вальс билейді. Алисаның бұл вальсті билеуінің себебі адамдарға Бальтазармен қарым-қатынас құрғанын тағы да бір мәрте көрсету болатын. Банкеттен соң Бальтазар Алисаны үйіне шығарып салады. Алисаның үйіне келген сәтте Бальтазар Алисаны қимай сол жерде Алисамен бірге сүйісе кетеді. Алиса ажырасқаннан кейін ешкіммен қарым-қатынаста болмаған еді. Сол күні Алиса Бальтазармен төсекте рахаттанып қалағанын жасайды. Тіпті олардың рахаттанған дауысы далаға шығып жатты. Алиса көптен бері еркекпен болмағандықтан жасы кіші Бальтазармен рахаттанып қалағанын жасап жүрді. Бірақ бұл уақытша болатын, себебі Алиса бұны жұмысы үшін әдейі жасаған болатын. Ал Бальтазар болса, Алиса мені шын сүйеді деп қуанып, бір күні Бальтазар Алисаны кафеге шақырып, оған деген шынайы сезімін білдіріп, Алисаға үйленуге ұсыныс жасайды. Сол сәтте Алиса Бальтазарға менің қызым өсіп келе жатыр, сен жассың, саған өзің секілді қызға үйлену керек деп Бальтазардың бетін қайтарып тастайды. Содан кейін Бальтазардың Алисаға деген көңілі қалып, ауылына қайтып кетеді. Ал Алиса болса өзінің жайлы орнын сақтағанына қуанып қалады. Арада күндер өтіп, атақты сәнгер Клементино сәнге байланысты фотосессия өткізетін болып, оған ер адам қажет болады. Және модель ер адамды іздестіре бастайды. Бір сәтте Клементиноның есіне Бальтазар түсіп кетіп, оны алдыртуын бас редактор Венсенге бұйырады. Бас редактор Венсен болса, бұл жаңалықты Алисаға айтып, Алиса Бальтазарды үйіне іздеп барады. Алиса Бальтазарға жұмыс бойынша ұсынысын айтады. Бальтазар да Алисаның жұмыс үшін келгенін біледі. Олайша Бальтазар фотосессияға келсіп, фотосессия болатын күні Бальтазар түсірілім алаңына келеді. Бальтазарға Алисаның досы Симон бетіне грим жасап жатқан сәтте, Симон Бальтазарға Алиса сенмен әдейі жүрген болады. Себебі сенмен жүру арқылы ол жұмыс орнын сақтап қалған болатын деп оған барлық шындықты жария етеді. Сол сәтте Бальтазар түсірілім болып жатқан сәтте түсірілімді тоқтатып, Алисаға мен енді барлық шындықты білемін, сен мені жұмысың үшін пайдаландың деп Алисаға қатты ренжіп, сол түсірілім алаңынан кетіп қалады. Бұл екеуінің әңгімесін естіген бас редактор Венсен Алисаны сол күні жұмысынан қуып жібереді. Арада біраз уақыт өтіп, Алиса жұмыстан қуылғанына еш өкінбейді. Бірақ оның бір уайымы болатын. Ол жас студент Бальтазармен жолығу болатын. Бір күні Алиса Бальтазар оқитын университетке барып, Бальтазар отырған аудиторияға кіріп, оған барлық студенттің көзінше кешірім сұрап, Бальтазарға шын сезімін білдіріп, онымен үйленуге ұсыныс жасайды. Сол сәтте Бальтазар орнынан тұрып, Алисаға келісімін беріп, екеуі сол жерде студенттердің көзінше сүйісе кетеді. Видеоны арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар. Видеоны арнаға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.